Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода судың пайдасы және суды орнымен ішсеңіз талай дертсізді айналып өтетіні туралы айтатын боламын. Видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Жатар алдында 1 стакан су ішсеңіз инфаркт пен инсульттен, сіңірлердің тартылып қалуынан сақтайды. Табиғи судың адам ағзасына пайдасы өте зор. Себебі оның құрамында түрлі элементтер мен минералдар бар. Судың кейде пайдаларын білмей жатамыз. Ал кейде пайдасы жайлы толық түсінбей беймезгіл көп тұтынып қоямыз суды. Кез келген дүниенің пайдасы мен зияны қатар жүретінін ұмытпайық. Суды дұрыс қолдану арқылы талай дерттен аулақ болуға болады. Таңертең тік жүргендіктен ағзадағы су аяқ деңгейінде болады. Ал ұйықтап жатқанда су көлденең деңгейіне таралып, бүйректің көп су бөлуін талап етеді. Судың пайдасын арттыру үшін бейберекет суды іше бермей, бір режимге қойғаныңыз абзал. Таңертең 2 стакан су ағзаның оянуына ықпал етеді. Әр тамақтың алдында 30 минут бұрын 1 стакан су ас қорытуға көмектеседі. Ваннаға түсер алдында 1 стакан су қан қысымыңыздың жоғарылап кетуіне жол бермейді. Ұйқыға жатар алдында 1 стакан су инсульт пен инфаркт және аяқ сіңірлерінің тартылып қалуының алдын алады. Адам организмі тәулігіне шамамен 1-5-2 литр су жоғалтады. Сондықтан адам күніне сонша су ішіп отыру қажет. Таңертең аш қарынға су ішуді әдетке айналдырған дұрыс. Судың денеге пайдалары. Дене температурасын су тұрақтандырады. Бүйрек және бауырдағы қалдықтарды тазалайды. Витамин және минералдардың тарауын қамтамасыз етеді. Денені жарақаттанудан қорғайды. Клеткалардың және бұлшық еттердің бірігуін қамтамасыз етеді. Тері клеткаларын ылғалдандырады және сауықтырады. Денеде болатын күніне 2-4 литр су шығынының орнын қайта толтырып су ішіп тұру керек. Қажетті мөлшерде су ішпеген жағдайда мидың жұмыс істеуі баяулайды. Қан қоюланады. Жүрек көп жұмыс істеуге мәжбүр болады. Нәжіс сары түсті болады. Іш қатуларға себеп болады. Адамға су жетіспеген жағдайда мыналар болады: бас ауруы, бас айналуы, шаршау, әлсіздік, ойдың тынықтығы бұзылады. Су мөлшерін көбірек ішу керек. Бал қосылған жылы су денсаулықты қалпына келтіретін тағы бір қарапайым әдіс. Бал қосылған жылы су денсаулықты қалпына келтіреді. Бал қосылған су несімен пайдалы және оны қалай дұрыс ішу керек? Бал қосылған жылы су ең әуелі организмде табиғи процесті жандандырып, асқазанның жұмысын белсендетеді. Кейбір мамандар алдымен аш қарынға су ішіп, сосын барып бал қосылған жылы суды ішуге кеңес береді. Тағы бір айта кететіндігі, суды емдік мақсатқа пайдаланатын болсаңыз, қайнатылмаған су ішу керек. Сонымен фильтр сүзгісінен өткен суды қайнатпай-ақ бал қосып ішуге болады. Бал қосылған су адам ағзасын сергітіп, күш-қуат береді. Суды міндетті түрде аш қарынға ішкен дұрыс. Лимон қосылған жылы судың пайдасы құрамында аскорбин кислотасының болуында, нәтижесінде мұндай сусын ағзаның иммундық жүйесін нығайтады. Сонымен қатар лимон қосылған су қан құрамындағы қантты азайтып, адамды сергітеді. Организмге қуат береді.